Ассаламу алейкум құрметті ізгілік шамшырақтары бағдарламасының көрермендері. Біз сіздермен сүйікті әрі саңлақ сахабалардың өмірлерімен танысуды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі әңгімеміздің арқауы өмірі шытырман оқиғаға толы, жарты әлемді кезіп шығып, мұсылмандық бақытқа кенелген, грек, латын, араб тілдерінде еркін сөйлейтін батыр әрі ғалым сахаба Сухайб ар-Руми, Алла одан разы болсын. Сухайб ибн Синан Ирактың орталық бөлігіндегі Тигр өзенінің бойында Юнус пайғамбардың ауылы Ниневаға жақын жерде дүниеге келген. Әкесі Синан ибн Малик Парсы патшасы Кисроның Абилла қаласындағы әкімі еді. Анасы Сальма бинт Каид Тамим тайпасынан, демек бұлар ирактық арабтар. Рим әскерлері Абилла қаласына шабуыл жасағанда, бала Сухайб тұтқынға түсіп, Рим империясының базарларында саудаланды. Қолдан қолға сатылып, азғындап кеткен Рим империясының көп қалаларында болып, бұл қоғам қалай түзеледі екен? Әлде жақында бұларды топан су келіп тазалар ма екен деп жалғыз қалғанда ойға шоматын. Сөйтіп жүргенде бір күні қожайынның бірі христиан діндарлармен сөйлесіп отырғанын естіп қалады. Әлгі діндарлар жақын арада Хижаз жерінен жаратушының соңғы пайғамбары шығады, Исаның дінін толықтырады деген естіп, дереу арада қашуға дайындалады. Ақыры қашып шығып, Хижазды аралап келіп, Меккеге тұрақтайды да, Абдулла ибн Жудаанның көмегімен қалаға кіреді. Меккеге орналасып жатқанда, исламның нұры жарқ етіп, Сухайб оны қабылдауға асықты. Шамамен 35 немесе 36 адам болып, алғашқы исламды қабылдағандардан болды. Дәл сол күні Аммар ибн Ясир де исламға келген болатын. Бұл бақытты сәт Арқам ибн Арқамның ауласында болды. Бұл аулада Омар ибн Хаттаб та дінге келген еді. Бұлар Меккеде ешкімі болмаса да, қорықпастан мұсылман болғандарын жариялаған болатын. Бұл туралы Мужахид 7 адам исламын жария түрде айтты. Олар пайғамбар, Алланың оған салауат сәлемдері болсын, Абу Бакр, Билал, Сухайб ар-Руми, Хаббаб ибн Арат, Аммар ибн Ясир және оның анасы Сумая деді. Пайғамбар мен Абу Бакрге дәті бармаған Құрайш мүшриктері қалған бесеуін ыстық құмның үстіне темір сауытпен жатқызып, естерінен танғанша азаптады. Тіпті Сумаяны діннен қайтпағандығы себепті кіндігінің тұсына найза тығып өлтірді. Бұл туралы Алла Тағала Құран кәрімдегі Нахл сүресінде былай дейді: сонымен қатар иман келтіргені үшін жазықсыз жапа шегіп, қысым көргеннен соң Алла үшін хижрет еткен, содан кейін Алла жолында қасық қаны қалғанша күрескен, аянбай еңбек еткен, әр басқа түскен қиыншылықтарға сабырлық танытқан жандарға Раббың өзі жар болады. Содан кейін Раббың олардың осынау игі істерінің қарымын оларға күнәларын кешіріп, мейіріміне бөлеу арқылы қайтарады. Өйткені ол өте кешірімді, ерекше мейірімді. Осылайша бұлар азаптың түр-түрін көрсе де, еш қаймықпастан діндерінде бекем тұрғандардан болды. Қазіргі таңда бейбіт заманда өмір сүріп жүрсе де, дінін көркейтпек түгілі дүниенің былығынан шыға алмай, сынақ келсе сағы сынып, қара басын алып жүре алмай жүргендер қаншама. Міне, солар Сухайб ар-Румидің өмірін тыңдау арқылы қуат алып, аяққа тік тұрып кетер деген үміттеміз. Сонымен 13 жыл бойы азаптың әр түрін тартқан Сухайб ар-Руми мұсылмандар Мәдинаға хижрет еткенде Меккеде қалып қойып, Али ибн Абу Талиб екеуі ең соңғы болып Меккеден шықты. Бірақ Құрайш мүшриктері тек әшейін жібере салатын адамдар емес еді. Арттарына ілесіп қаладан шығармады. Сонда Сухайб ар-Руми: "Ей Құрайш ұлдары, мені жебем бос кетпейтін мерген екенімді білесіңдер. Қазір осы жебелер таусылғанша атам. Қалғаныңды
қылышпен ойратып салам, жолыма тұрмаңдар деді. Бұл сөздерден сескеніп қалған әлгілер: онда бізге жиған мал дүниеңнің бәрін тастап кет, сосын жолың ашық деді. Сонда Сухайб ар-Руми: сол дүниемнің бәрі сендердікі деді. Аман есен Мәдинаға жетіп, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламмен кездескенде болған оқиғаны айтып берді. Сонда пайғамбар, Алланың оған салауат сәлемдері болсын: ей Яхияның әкесі, өте пайдалы сауда болды деп 3 мәрте айтқан екен. Осы оқиғаға орай Алла тағала Құран кәрімнің Бақара сүресінде былай дейді: сондай-ақ адамдар арасында Алланың разылығына бөлену үшін шыбын жанын саудаға қоятындар да бар. Алла құлдарына өте жанашыр, ерекше мейірімді. Мәдинаға жетіп Бәдірге, Ухудқа және пайғамбармен бірге болған барлық жорықтарға қатысады. Пайғамбар, Алланың оған салауат сәлемдері болсын, адамдардан ілгері жүретін 4 адам бар. Арабтардан мен болсам, римдіктерден Сухайб, парсылардан Салман, ал хабашалықтардан Біләл деген екен. Тілінің тұтығып сөйлейтініне қарамастан, пайғамбардан Алланың оған салауат сәлемдері болсын, өте көп хадис риуаят еткен. Бірде Омар аль-Фаруқ қызметшісімен Сухайбтың бақшасына кіргенде, ол «Я нас» деп айқайлайды. Сонда Омар: шақырып жатқан адамның аты жоқ па, қалай өзі дейді. Қасындағы қызметшісі болса: жоқ, ол Йоханнес деген көмекшісін шақырып жатыр деген екен. Омар аль-Фаруқ Сухайбты өте қатты жақсы көріп, әрдайым дәрежесін көтеріп жүретін. Бірде Омар міскіндерді тамақтандырып отырған Сухайбты көріп, тапқаныңның бәрін тарата бермей, өзіңе де жұмсасай дегенде, Сухайб ар-Руми пайғамбардан, Алланың оған салауат сәлемдері болсын, ең абзал адамдар жоқ жітікті тамақтандырып, сәлемге жауап қайтарғандар дегенді естігенмін деген екен. Пайғамбар, Алланың оған салауат сәлемдері болсын, дүниеден өткеннен кейін Абу Бәкірге жәрдемші бол. Ол дүние салғаннан кейін Омар аль-Фаруққа демеу әрі сырласатын ең жақын жан болды. Омар аль-Фаруқ отқа табынушы мәжусидің қолынан пышақталып, өлім аузында жатқанда, жаңа халифа тағайындалғанға дейін Сухайб сендердің имамдарың болады деді. Тіліндегі олқылыққа қарамастан пайғамбар мешітінің имамы болады. Және Омар өзіне жаназа намазын Сухайб ар-Руми оқысын деп өсиет етеді. Адамды тани білген Омар аль-Фаруқ Сухайбтың тегін адам емес екендігін өте жақсы білетін. Омар дүниеден өтіп, Османның халифалығы кезінде мұсылмандар арасында үлкен фитна болып, Осман қаза тапқанда, Сухайб ар-Руми бүліктен қашып, өзімен өзі болды. Әлбетте ол, оның сынақ екенін өте жақсы білетін. Пайғамбарымыз, Алланың оған салауат сәлемдері болсын, кім Аллаға және ақырет күніне иман келтірсе, анасы баласын қалай жақсы көрсе, Сухайбты солай жақсы көрсін деп, дәрежесін өсіріп кеткен ұлық сахаба Сухайб ар-Руми 4-ші әділетті халифа Али ибн Абу Талибтің тұсында хижреттің 38-ші жылы 73 жасында Мәдина қаласында дүниеден өткен екен. Өмірі әрбір мұсылманға өнеге болған. Бұл кісіні танымау, өзін мұсылманмын деп санайтын кісіге айып болатыны ақиқат. Үмметтің үлгі тұтқан ұлық сахабасы Сухайб ибн Синан ар-Румиден Алла разы болғай.